Басым сынып кетейін деп тұр, е-мая. Оны кешегіден қалған тұрды, кеше хаппе өзде түйеу болды ғой. Ой, наны атпысана, біреу көріп қойса тағы ят болады ғой, е-мая. Кеше мен туған күнім болды аттық деген, е-ма, мен мен өте-пөтеймін ғой, өте-пөте дейді. Ой, керемет. Мынау менің басым ба? Е-мая, шеш тез. Е-мая, шошып жүрді адам. Көріп кеттім, басыма не өп кетті деп, е-мая. Не қойын ол деген. Аю қаяқты екен, е-мая, сандыққа салып қойыншы, басты бөтелканы. Аюға бармасам тез. Күн керемет болып тұр ғой. Так, аюды мына жерден көрмесем мына қара. Так, мынау отыр ғой аю бас. Мешок постоянно ноутбуктан көз алмайды мынау. Қазір сені ма? Аю. Не болды? Не істеп отырсың? Тез тұршы, не істеп отырсың? Қаңғырмаймыз ба? Е-май, ақша жоқ қой бізде деген, өмір сүру керек, зат алу керек дейтін. Тез тұрып, алдыңа балың жейіп отырсың, сен кайып беріп. Мә, спортсмен ғой біздің аю деген тек. Деп ұрасың, сынып кетті ғой. Самопал ғой, самопал. Қаяқтан аласың осындайларды? Деп қайта ілік қоясың ғой, короче. Қалай тұр? Еш жаққа іліп те тұрған жоқ қой. Қойшы, тез тұр еді, аю кеттік. Бір зат шығайық. Күн көру керек бізге. Жақсы, қойып тұр, мен қазір деген жаққа бір тазаланып алайық, бір кайф беріп. Аю, нені қаяқтан алғансың, е-май, не істеп отырсың? Келшеші, шомыламыз ғой бірге. Кете, ұятсыз. Не айтып тұрсың сен маған? Ой, басыңды жар жіберейін ба? Мынау өңі бізге арап тұрған. Мынау оңбаған. Үстінде дым жоқ қонағың. Е-майына. Мынау деген ана бір үйде тұратын емес па? Жүр, ізінен барақ дейсіз. Ема деген. Оның үйі бар ма екен? Көрек жүр. Аю. Не болды? Не істейміз оны? Жүр. Кәз, үйіне барып тонап кетеміз деп. Жағдай көп болса. Давай, қаяқта ол. Не істеді ғой жаңа? Жоқ мына жерде. Е-май, қайқет қалды анау. Былай тұр. Қаяқтан тез тап. Ана яқта жүр. Ана үйге кіріп кетті. Қане. Аю, сен кереметсің. Давай. Кена, мына жерге келді өзі ашынан, үйде тұратын болса, ема тоңып кетеміз кәз. Не тұр ғой. Давай. Деп ұйықтатып тастайсың да, короче, оны. Аю, сен өш жерді қарап көзетіп тұрып біреу кеп қалмасын біз деген. Мен тонап келем кәзіне, ішім бәрін қиратып кетем. Давай, тез болай. Кәз. Қала деген не бар екен? Е-мая, мына ішінде қандай бір сары жанып тұратын алмалар бар екен. Алғы олақ бәрін. Нупик деген осы ма? Мешок. Оның ішінде алтын жүртті ғой. Е-мая, біз байыдық, аю. Алтын тауған со ішінен. Короче, сен тез тұра бер. Тез болшы. Кәз. Екінші этажда бір зат бар ма екен? Мынау деген. Нубигің біреу жақсы көріп қалған ба? Қыз тастап кеткен ба? Жерге кальсон тастап кетті ғой. Бұны тағып кетейік, бұнда сатып жібереміз. Мынау деген гитарист ба? Әнші ба? Зат мынау деген өппек деген. Енді әнші болмайсың. Мына ішіне деген алмаздар бар. Е-мая. Алмаз не? Штан бар ғой мына жерде. Тез. Қайсы жерде көрметтік? Так. Мына ішін көрмеппіз ғой. Е-мая. Мына ішінде алмаз не? Блоктар ғой. Алмаздар толып тұр. Е-мая. Біз точно байыдық. Кәз нұпты да. Олап кету керек, алып кету керек. Е-мая, бұл жерде басқа біреу тұрады шығар, мен жота естіп едім. Аю, ешкім келмеді ма? Қарап тұрсың ба? Болдыға дейін бәрі жер болдық. Болады, тез не істейміз лан? Алып кетеміз бүйтіп. Болды, кеттіге көтеріп алдым. Качок. Базар жоқ, сен күштісің ғой маша. Ой, конечно. Сен мені Қытай деп ойлама.
Так қаладан келдік қой, ё-моё, үйге келмегелі біраз болды. Мен осыма қолыма осындай қаладан керемет 3 оружияны сатып алып келген болатын, короче деген ема. Үйге келмегелі деген біраз болыпты. Үйде мен ноутбукке тапсырып кетіп едім. Үйде не хабар отыр екен. Қалайсыз, не істеп жатсыздар? Сако, келдің ба? Кеше сен айтуға келіп едім. Сол ноутбукты Маша мен Аю деген тонап ұрлап кеткен болатын. Осы үйді тонап және ұрлап кеткен Қалай ол ұрлап кетеді, ё-моё, не айтып тұрсың? Кім ол Маша мен Аю деген? Жақында ауылға көшіп келген адамдар ғой олар деген. Қойшы, үй деген тым қалмапты ғой, ё-моё, мынаның мен дастархан столдың жартысы қайық кеткен мына жерде. Бәрін тонап кеткен ба? 2 сәбіз қалдырып кетті ғой, ё-моё. Так, наште. Так, кіршеше. Ё-моё. Оны раковинаның үстіне туалет қойып тастаған ба? Ё-моё, не болып кеткен? Бәрін тонап кетіпті ана жерде. Түк қалмаған, прикинь те, ё-моё. Так, үстінде не бар екен? Үстіндегі заттар қалды ма? Ё-моё. Даже деген жататын орынға дейін алып кеткен ба? Қалай? Түгі жоқ қой ана жақта деген. Мен деген оларды қазір ноутбукты алып қайтайын. Ең бастысы бізге керек ноутбук, аттак деген. Мейлі қалған заттарды біз тауып ала береміз. Енді ноутбукке ештеңе болып қалмады ма екен? Тез барып қайтпасам, ол деген қандай адамдар соншама ноутбукты алып кететіндей, ё-моё. Олар Маша мен Аю дегенің ол қаяқта, олар деген сонда қай жерде тұрады? Анау магазин, кафенің қасындағы бер жағындағы үй ғой, короче. Сол жерде ноутбукты ұрлап ұстап отыр. Мен онда деген кеттім, мен оны тез құтқарым керек деген, аттак деген. Ё-моё, ол деген қуатын адамдар ма? Ол деген ауырады екен ғой, біраз деген. Олар неге алып кетеді ол? Неге тонап кетеді? Ё-моё, мен түсінбедім, достар. Міне. Мыналар емес па жаңа ұсталған, ноутбукты ұстап алған? Ах те, оңбағандар. Бұлар неге ұстап отыр? Қалайсыз? Ноутбукты осы жерде ұстап отыр деп еді, сол үшін ба? Осы жерде ұстап отыр еді, сон деген ақымақ деп ойлады ау деймін. Жақсы. Так, ноутбукты жалғыз алдырмау керек екен ғой. Ноутбук қайда? Ноутбук тұр, ноутбук. Ноутбук буппегіңді білмеймін, короче, осы жерде ноутты шығарып алғың келсе, осы жерде 100 мыңырт ақша төлеп таста, атта конкретно қойып таста, атта деген. Сендер так үйде тонап кеттіңдер, сөйтіп алып ноутбукты алып кеттіңдер, ақша сұрап отқан нәрсе бермеймін мен деген. Қуады екен ғой. Мұндай өмірмен қош айтса бер. Неғылайды? Ё-моё. Ё-моё, чүтет қалды, өліп қалды ма? Ё-моё, бәрін қырып тастаған соң мына оғы тосылып қалды. Ё-моё, менде қазір 2 автомат бар, Винчестер мен дробовикпен снайперский бар, аттак деген. Есікті ашыңдар, а то сындырамын. Мен сындырып жібересің ғой, короче. Так, мешоктар тезден мына жерден кетпесеңдер, конкретно өздерің ақшаны қойдырып жіберемін тағы. Қазір бір оққа қойып тастаймын. Қалай сонда бізде қорқытқың келіп тұр ма не сонда да? Бізде қорықпаймыз деген, аттак пышақ бар, ноутбукты пышақтап тастаймыз, аттак деген. Көп сөйлемей жоғалшы әрі. Не деп маңғырлап тұр маған? Кешіріңіз батан. Кеттім мен. Кетсең құршы, ноутбук, ноутбук.